Құрметті оқушылар мен ұстаздар, бүгінгі әдеби кешімізге қош келдіңіздер. Биыл Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың туылғанына 930 жыл толды. Осы орайда мектебімізде 5 пен 9 сыныптар арасында өтетін Яссауи хикметтері атты мәнерлеп оқу сайысына қош келдіңіздер. Саламатсыздар ма? 7-ші А сынып оқушысы Ақылбек Айып, Қожа Ахмет Яссауидің бірінші хикматы. Бисмилля деп баян етем хикмат айтып, тәліптерге дүргеухардар шаштым міне. Құлдық ұрып қайғы жұтып, беттен қайтып, дәрттер сана бар сырымды аштым міне. Сөзімді айтам кімдер болса дидар талап, ашық сөйлеп жан ашырдай жанға балап. Ағарып бақыр жетімдердің көңілін аулап, пейілі бөтен халайықтан қаштым міне. Яссауи антологиясы деген сериямен жарыққа шыққан былтыр. Яссауи жолының насабнама деген шежіре.